осыдан бір жеті бұрын мен SEO Sprint сервис туралы бір видео түсіріп, видео сабақ түсіріп, YouTube-қа салған болатынмын. Қызығушылық танытқан адамдар көп болды, хабарласып жатқандар, тіркеліп жатқан адамдар бар. Дегенмен де тіркелген адамдардың кейбіреулері мысалы қалай жұмыс істейтінін білмейтін болу керек, бірден тіркеліп қоя салып, жаңағы кіріп, сосын ешқандай жұмыс істемей, ешқандай ақша таппай қоя салып жатқан адамдар бар. Әрине бұл түсінбеушіліктен болатын болу керек деп ойлаймын. Сондықтан да осы видеоны түсіріп отырмын, қалай осы сервис арқылы ақша табуға болатынын. Бұл сервиске тіркелу тегін, және сіз ешқандай ақша салмайсыз, тәуекелге бармайсыз. Тіркелдіңіз, бірден сол сәттен бастап жұмыс істеп ақша табуыңызға болады. Мынадай кабинет аласыз тіркелгеннен кейін. Енді бірден жұмыс істеу үшін мына арада заработок деген бар. Мысалы, мына шетте мінекей суреттер, мына адамның суреттер соның астында біраз жазулар тұр. Соның ішінде заработок дегенді бассаңыз, мынадай бет ашылады мысалы. Осының ішінде мына серфинг деген бар мына жақта. Серфингті басып, мына жерден мысалы сіз жұмыс істеп бірден ақша табуыңызға болады. Мысалы, приступить к просмотру дегенді бассаңыз, мысалы, мынадай бет ашылады. Төменгі жақта мінекей таймер деген бар. Таймер мінекей жасыл жылжып бара жатыр былай қарап. Жасыл сол толған кезде мысалы сіздің есепшотыңызға ақша аударылады. Мінекей толды. Таймер астында жазу тұр. Мінекей осы жазуды басамыз енді. Бассақ, отлично просмотр засчитан дейді. Мінекей біз бір сайтты қарап ақша таптық. Ақша таптық. Біздің есепшотымызға мына жоғары жаққа мой заработок дегенге ақша түседі. Бұл енді көп емес, дейін тегін ғана. Бұл табыстың бір түрі серфинг. Квести деген бар. Бұл квести қазір бұнда сайт жаңадан жақында ауыстырды өздерінің сайттарын. SEO Sprint бұл 10 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан ескі сервистердің бірі, сенімді сервистердің бірі. Бұл жақында өздерінің сайттарын ауыстырған болатын, жаңартқан. Соған байланысты біраз өзгерістер болды. Мына квести деген бір сондай бір табыс табудың бір түрі болу керек. Бұл қазір әзірге жұмыс істеп тұрған жоқ. Содан кейін задания дейді. Ең негізгі табыс табудың түрі задания. Задания арқылы сіз жақсы табыс табуыңызға болады. Бірақ заданияны орындау бұл біршама қиын, күрделі. Интернетпен жақсы жұмыс істеп жүрген адамдар болмаса, қиындау болады. Міне задание орындау үшін сіз өзіңіз ең жеңілін, өзіңізге ұнайтын, қолайлысын таңдап алуыңыз керек. Мына жерде мінекей мынау лупаның суреті тұр. Осы лупаның суретіне мынау нені алып бардыңыз. Осы жерден мысалы бассаңыз, мынау миштің сол жағын басыңыз. Мынадай бет ашылды. Осында мінекей заданияның түрлері тұр. Только регистрация активностью, только клики. Мынаны бассақ, только регистрация дегенде. Только регистрация. Мына жерде новые задания деген бар. Автоматическая оплата деген бар. Многократное выполнение деген бар мысалы. Многократное выполнение деген басайық. Мына жерде мінекей свободное деген бар. Рейтингі деген бар. Тапсырмалар сол шығады по рейтингу. Почене деген бар. Почене дегенді қояйық біз енді. Мына жерде применить дегенді басасыз. Бассаңыз мынадай бет ашылды. Мінекей 16 тапсырма бар екен. Регистрацияға байланысты. 66 рубль 18 тиын. Бұл многократный. Яғни айтқанда сіз бір рет бұған тек тіркелу керек болады. Тіркелудің біраз қиындықтары бар. Өйткені скрин деген болады, алады. Мысалы тапсырмалар болады. Мысалы мынаны басып көрейік қазір қалай. Мінекей мына тапсырма. Заходим в сайт TG Казино. Мынау жаңағы сайтқа кіретін сілтемелер. Начинаем регистрацию, все необходимые для заполнения. Мынау 3 сайт бар екен. Сол 3 сайтқа да тіркелу керек екен. Мынада енді біраз тапсырманы қалай орындау керек, не жазу керек мына жерге. Соның бәрін көрсету керек мына жерге. Код, скриншот, письма с почты. Біраз бұл күрделі тапсырма екен. Біршама күрделі тапсырма. Екінің бірі орындау қиындау болар. Міне осы сияқты енді. Қазір мен сізге тағы да көрсетейін, қандай тапсырма оңайлау тапсырмалар болады.
мінекей мына жерде басамыз да, біз оңай тапсырма, мысалы Facebook, мысалы Facebook'ты алып көрейік. Қазір Facebook'та не бар екен? Получение дейді. Подписание на сообщество ФБ дейді. Подписаться на сообщество ФБ. Мінекей бір, яғни айтқанда сол ФБ-дағы бір жаңағы сообществоға тіркелесіз. Қазір көрсетейін, қалай тіркелу керек екенін. Необходимо сообщество для проверки. Өзіңіздің профиліңіздің ссылкасын жіберсеңіз болды дейді, профиліңіз. Яғни айтқанда мынау топқа тіркелесіз болды. Тіркелесіз, сол үшін 2 рубль ақша төлеу деген. Міне осы сияқты. Немесе мінекей играть в игры деген де осы мысалы. Поценерде міне применить. Міне қызық, мінекей 11 тапсырма бар екен, 234 рубль. Мына жерде міне қараңыз, ойындар 128 рубль төлеу деген мына бір ойынға. Сіз мысалы ойынды жақсы көретін болсаңыз, интернет арқылы ойнағанда, компьютер арқылы ойнағанда, телефон арқылы да ойнай беруге болады ғой. Онда мынау осы арқылы ақша табуыңызға болады. Қарап отырғанша, мысалы, әрі ойын ойнайсыз, әрі ақша табасыз. Мына жерден де көп ақша табуға болады. Солай. Міне осылайша мінекей мында түрлері бар. Неше түрлі тапсырмалардың түрлері бар. Сол тапсырмалардың өзіңізге қолай келетін жеңілдеуін алып, жұмыс істеуіңізге болады. Сөйтіп ақша табуыңызға болады. Осылайша сіз күніне бір 30-40 минут, тіпті 1 сағат жұмыс істеп, 20, 30, 40, 50 рубль табуыңызға болады. Бұл енді көп ақша емес, күніне 50 рубль тауып отырдыңыз, мысалы. Бір 30-40 минут жұмыс істеп. Былайынша айтқанда, онша көп ақша емес сияқты, айына бір 1000 рубль. 1000 рубль дегеніңіз, мысалы, теңгеге саққанда бір 7-8 мың теңге. Айына сіз 8 мың теңге тауып отырсыз. 8 мың теңге деген сіздің жаңағы телефоныңызға төлейтін ақшаңыз, содан кейін мүмкін жолға төлейтін ақшаңыз шығатын шығар. Бірақ ақша табудың түрі, негізгі түрі бұл да емес. Бұл ақша табудың бір түрі ғана. Негізгі түрі реферал шақыру арқылы табуға болады. Мысалы, менің өткен жолы түсірген видеома байланысты біраз адам реферал болып келіпті. Менде қазір 18 реферал бар екен, мысалы, 18 реферал, 18 адам тіркеліпті. Жұмыс істеп ақша тауып жатқандар да бар, кішкене көп емес, аздап ақша тауып жатқандар бар. Біраз адамдар тіркеліп жатыр, екінші бет, осылайша келіп жатыр адамдар. Осы рефералдар арқылы ақша табуға, мысалы, сіз 100 адам шақырдыңыз дейік, 100 адам бар дейік сізде. Әрқайсысы күнде жаңағы тапсырмаларды орындап 50 рубль тауып отырады дейік. Сіздің есеп шотыңызға 5 рубльден, әр рефералдан 5 рубльден түсіп отырады. Айтқанда сіз күніне 500 рубль тауып отырасыз. Айына 15 мың рубль. 15 мың рубль дегеніміз бұл 90 мың теңгедей ақша ғой, 90 мың, 100 мың теңгедей ақша. Айтқанда 100 мың теңгедей ақша сіз 90 мың теңгедей ақша сіз тауып отырасыз айына. Күніне бір 30-40 минут, 1 сағат жұмыс істеп. Жұмыстың арасында ойындар ойнайсыз, басқа да нәрселер жасайсыз, интернет арқылы. Онсыз да сіз интернеттен таңертең кешке дейін көп уақытыңызды бөліп отырасыз ғой. Әлеуметтік желілерге кіресіз. Солар арқылы сіз мысалы ақша тауып, осылай жаңағы уақытыңызды пайдалы іспен айналысып өткізесіз да. Соған қоса рефералдар арқылы, жаңа 100 рефералыңыз болса, мысалы, айына бір 80-90 мың теңге табуыңызға болады. Ал егер сіздің рефералыңыз саны 200 болса, онда 30 мың рубль. 1000, 2000, 3000, 5000 реферал бар адамдар бар, мысалы, өзім білем, SEO Sprint'те, мысалы, айына 300-400 мың, 500 мың рубль табатын адамдар. 500 мың рубль дегеніміз бұл 2,5 миллион теңге ғой. 2 миллион 700 мың, 2 миллион 800 мың теңге. Яғни айтқанда осы сервистен сонша ақша тауып жатыр ай сайын. Яғни айтқанда реферал шақыру арқылы табуға болады екен. Енді рефералды қалай шақыруға болады? Сіз айналаңызға таныс адамдарыңызға айттыңыз, олар келеді, мысалы, таныс адамдарыңыз келеді. Ешқандай ақша салмай-ақ бірден ақша табуға болады. Бос уақытыңызды, мысалы, ойын ойнап өткізесіз, тағы бір әлеуметтік желілерге кіресіз, сөйтіп отырып ақша табасыз. Мен жаңа көрсеткендей. Сонымен бірге интернет арқылы, мынау сервистің өзі арқылы да рефералдарды табуға болады деген мысалы.
рефералдарды мысалы вербовка деген бір мысалы мынада вербовка дегенді басып көріңіз қазір мінекей. Не айтқанда осы жерге сіз мысалы мына жерде ақшаңыз болса, өзіңіз ақшаңыз болса, мына жерде минимальный ставка 10 реферал, 10 рубль дейді. Средний ставка 17.95 дейді. 20 рубль қойсаңыз мысалы, мына жерге 20 рубль қоясыз, мысалы 20 рубль қазір қоямыз, 20 рубль. 20 рубль қойдыңыз, сохранить изменения деп бастыңыз, мысалы, мен қазір баспаймын. Содан кейін сіз мынау сервистің өзіне ешқандай сілтемесіз тіркелетін адамдар бар. Көп адамдар тіркеліп жатады. Сол тіркелген адамдарды мысалы сізге сервис береді, сатады. Сіз осы адамдарды мысалы рефералды сатып аласыз. Егер ол жұмыс істемесе, ақшаңыз өзіңізде қалады. Егер ол жұмыс істеп, ақша таба бастаса, мынау 20 рубль ақшаңызда сервис бірден алып кетеді. Яғни айтқанда осылайша сіз реферал табасыз. Сервис арқылы реферал табасыз. Бұл бір түрі. Екінші бір түрі бар, мынау биржа реферал дегенді басыңыз. Мысалы, мына жерде адамдар рефералдарын сатып жатыр. Сатады, кәдімгі адамдар сіздің өздерінің рефералын сатады. Мына жерде мінекей рефералдың дәрежесі тұр. Бригадир дейді. Бригадир деген бұл өте қымбат, жаңа біраз деңгейге жеткен адам. Мына проект дейді 12 декабрьде тіркелген екен. Содан бері жұмыс істеп жатыр. 3 реферал бар екен, өзінің бригадир жақсы ақша табады. 345 рубльге сатып жатыр. 345 рубльге сіз сатып алуыңыз болады мына кісіні, мынау рефералды. Сонымен бірге сіз тағы бір қызық нәрсе, өзіңіздің рефералдарыңызды сатуға шығаруыңызға болады. Мысалы, мой реферал деген мысалы мінекей тұр. Осы рефералдарды мен сатуға шығаруыма болады. Мен осы рефералдар арқылы мысалы ақша табамын. Мінекей мынау Әділқожа деген реферал мысалы 04 теңге ақша түсіріпті. Макс деген реферал 04 тиын ақша түсіріпті. Мен осыларды мысалы сатуға шығаруыма болады. Стажер мінекей, мен осыларды мысалы сатуға шығарып, мысалы 300-500 рубль, 1000 рубль, 2000 рубльге сөйтіп рефералдар арқылы ақша табуыма болады. Бұл бір қарағанда бір анайы сияқты естіледі, адамды сату деген құлдық дәуір деген сияқты. Бірақ бұл нарық қой. Нарық болғаннан кейін мысалы рефералдарды сіз шақырдыңыз, тіркелді, жұмыс істеп жатыр. Ол сізге біраз ақша түсіріп жатыр. Сонымен бірге оларды сатып, сіз және ақша таба аласыз. Осындай түрлерін. Мына жерде промо-материал деген бар мінекей. Промо-материал. Сіз тіркелгеннен кейін промо-материал дегенді басыңыз осылай. Мой реферал дегенді басасыз бірінші. Мой реферал. Содан кейін мой рефералдың астында промо-материал деген бар. Мына жерде мінекей мынау тұрған. Бұл сіздің сілтемеңіз болады, ссылкаңыз. Не айтқанда, сіз осы сілтеме арқылы адам шақырсаңыз, тіркелсе, бәрі де сіздің рефералыңыз болып саналады. Сондықтан да осы сілтемені бірінші сіз алып қоюыңыз керек болады. Приглашение реферал. Содан кейін мына жерде мінекей баннерлер бар неше түрлі. Мына баннерлер. Мына баннерлерді сіз өзіңіз сайтқа салып қойып, немесе әлеуметтік желілерге салып орнатуыңызға болады. Бұл баннерлердің бәрі сіздің мынау сілтемеңізге тіркелген, байланған. Айтқанда, бұлардың бәрін сіз көшіріп алып, копиясын алып, бұл жаңағы әлеуметтік желілерге салып шақыратын болсаңыз, бәрі де сіздің рефералдарыңыз болып шығады. Осы арқылы тіркелген адамдардың бәрі. Мынау үлкендеу жаңағы баннер, одан да үлкендеу баннер мысалы. Сондай баннерлер бар мысалы. Сондықтан да осындай ерекшеліктері бар. Жалпы SEO Sprinttің. SEO Sprint бұл 10 жылдан астам уақыт адам бері жұмыс істеп келе жатқан сервис. Ешқандай ақша салмай жақсы табыс табуға болады. Жаңағыдай жоғарыда айтып кеттім, табыс табудың түрлерін. Ең басты табыс табудың түрі бұл жаңағы задание дейді. Заработок деген мынаны басасыз, задание. Сол заданиелердің ішінен жаңағы өзіңізге ыңғайлы, қолайлы тапсырмаларды алып орындауыңыз керек болады. Өйткені өзіңізге ыңғайлы. Өйткені оның ішінде өте күрделі тапсырмалары бар. Бұрын жұмыс істеп жүрген адамдар болмаса қиын болады. Сондықтан да сіз алдымен жеңілден бастаңыз. Жеңілден бастап, біраз үйреніп алғаннан кейін жақсы табыс таба бастайтын боласыз. Ешқандай қиналмай заданиенің кез келген тапсырмаларды орындап, жақсы табыс табатын боласыз. Және рефералдарды шақырып көбірек жаңағы
өзіңіздің реферал командаңызды құрып алсаңыз, сіздің табысыңыз еселеп көбейеді. Ал рефералды қалай шақыруға болады? Тағы да мысалы өзіңіздің сайтыңыз болса, лендинг пейдж деп аталатын сайтыңыз болса, ол арқылы тіпті жаңағы шақыруға болады. Ондай сайтты мен мысалы өзімнің рефералдарыма, өзімнің клиенттеріме жасап бере аламын. Мысалы сондай сайтты мысалы сіз жасатып алсаңыз, оны тек соның сілтемесін әлеуметтік желілерге қойып шақыру ғана қалады сізге. Оның ішінде видеолар болады, шақыратын басқа да түрлі жаңағы құралдар болады, мақалалар болады. Сол SEO Sprint туралы жазылған барлық қажетті материалдардың бәрі соның ішінде болады. Соған тапсырыс беретін болсаңыз, мен жасап беруіме болады.